Сәлем достар, егерде бетіңіздегі секпіл мен қара дақтан құтыла алмай жүрсеңіз, бұл маска сізге арналады. Бұл масканы біз қарапайым сәбізден жасайтын боламыз. Ал егерде сізде уақыт болып, болмаса шаршап жүрген болсаңыз, бұл тек қана сәбіздің осындай бір ғана бөлігін алып, бетіңізге жағып, кепкен соң масканы жуып тастайсыз. Бұл бетіңізге керемет дәрумен сыйлайтын болады. Және де күнделікті осылай сәбізді күнде жаға беретін болсаңыз, бетіңіздегі секпіл мен қара дақтан оп-оңай құтылатын боласыз. Сәбізді барлық бет терісіне жаға беруге болады. Майлы және де құрғақ тері деп бет талғамайды. Және де бетіңіз бұл маскадан кейін, бұл сәбізден кейін бірден тартылып, бет теріңіздегі майда әжімдерден бірден құтылатын боласыз, достар. Сондықтан ерінбей, менің осы маскамды жасап көруге кеңес беремін. Себебі мен өзім әсерді байқағаннан кейін сіздермен бөліскім келіп отыр. Достар, егерде сізге осы сәбіз маскасы ұнаса, видеома лайк басып, маскадан кейінгі әсерді комментарияға қалдырып кетіңіздер, достар, күтетін боламын. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Себебі мен алдағы уақыттарда өте керемет, оңай, үй жағдайында жасалатын маскалармен бөлісіп тұратын боламын. Каналымды жіберіп алмаңыздар.